Адам организмі бір-бірімен тығыз байланысты. Кейбір сырқаттар басқа ағзаға кері әсерін беріп жатады. Мәселен, ішекте адам тәніндегі барлық мүшелермен әрекет ететін триллион бактерия өмір сүреді. Соңғы жылдары ғалымдар ішектердің адамның көңіл күйіне қарай әсер беретінін анықтаған секілді. Бір қызығы, ас қорыту жүйесі теріден бастап бүйрекке дейін көптеген ағзалармен тығыз байланысты. Мәселенің бәрі бактерияда болар. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Достар, біздің каналда 79% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашы ғана оп-оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Кей факторлар генетикалық, яғни бейімділік, адамға еш қатысы жоқ дегеннің өзінде де, тамақтану мен өмір салты өз қолымызда. Статистикаға көз жүгіртетін болсақ, дамыған елдердің 90% тұрғындары ас қорыту жүйесіндегі аурулармен бетпе-бет келеді екен. Мысалы, ішек аурулары, оның ішінде корен ауруы мен ойық жаралар колиті тексерілген 100 000 адамның 200-інде табылған. Өкініштісі, олардың көбі жастар, әйелдер мен ерлер бұл сырқатқа бірдей шалдыға береді, яғни ауру жынысқа бөлінбейді. Ішек аурулары кездескен науқастардың біразы ішекті тітіркену синдромына ұшыраған. Оның әлемдегі пайыздық көрсеткіші 20%-ді құрайды. Статистика бұл дертке әйелдер ерлер қауымына қарағанда 2-4 есе көп шалдығатынын айтады. Сол сияқты олардың орта жасы 30-40-ті құрайтын болып шықты. Тоқ-ішек және аш-ішек ауруының белгілері. Дәрігер-терапевт Таңшолпан Қуатбекова ішек дертінің барлық белгілерін бірнеше топқа бөліп қарастыруға болатынын айтады. Олардың ішіндегі ең маңыздысы ауырсыну синдромы және де нәжістің бұзылуы, диарея, іштің қатуы, сонымен қатар патология белгілерінің ішінде метеоризм, тәбеттің бұзылуы, нәжістің патологиялық қосындысының болуы, қанды шырыш, салмақтың азаюы мен алмасу процесінің бұзылуын қосуға болады. Бұл белгілер ішектің барлық бөлігіне әсер етіп, түрлі белгілер арқылы көрінуі мүмкін. Іштің ауруы, ішек патологиясындағы ауырсыну синдромына түрлі нәрселер әсер етеді. Іштің ауруы, ішек патологиясындағы ауырсыну синдромына түрлі нәрселер әсер береді. Олардың қатарына ішке түскен тамақ пен дефекацияны қосуға болады. Ал аш-ішектің дертін кіндіктің айналасы ауырғанынан байқаймыз. Ол кезде науқастардың кіндігінің айналасы шаншып белгі береді. Ал тоқ-ішек сырқатының ауру сезімі бүйірге қарай өтеді. Олардың дефекациядан кейін немесе іштегі желді шығарған соң басылуы мүмкін. Диарея бұл іштің өтуі белгісімен көрінеді. Яғни тәулігіне 3 реттен артық сұйықтық нәжіс ретінде пайда болатын синдром. Көп жағдайда іштің ауруы, дене қызуы, құсу секілді белгілермен қоса жүреді. Диарея бұл іштің өту белгісімен көрінеді. Яғни тәулігіне 3 реттен артық сұйықтық нәжіс ретінде пайда болатын синдром. Көп жағдайда іштің ауруы, дене қызуы, құсу секілді белгілермен қоса жүреді. Диареяның өткір және созылмалы түрі бар. Созылмалы диареяға ішектің тітіркену синдромы, ойық жара колиті, крон ауруы, тоқ-ішек рагы секілді себептер әсер беріп жатады. Іш өту 2 тәуліктің ішінде қайтады. Бұл күндері дұрыс тамақтанып, бастысы ағзаны қатты құрғатып алмау керек. Іштің қатуы, ұзақ уақыт нәжістің сыртқа шықпауы, тоқ-ішектегі проблемамен байланысты болады. Көбінесе ол диареямен аяқталып жатады. Айтпақшы, іштің қатуы әрдайым ішектің ауруымен байланысты бола бермейді. Ол дені сау адамдарда тамақтанудың бұзылысынан, аз қозғалысты өмір салтынан, кей препараттардың жанама әсерінен туындап жатады. Оған қоса жүйке және эндокриндік жүйесі арқылы белгі береді. Іштің кебуі, ауаның жиналуы ішектің барлық бөлігінде туындай береді. Ол кейде ішектің тітіркену синдромымен байланысты болып жатады. Симптом көбінесе кешкілік уақытта мазалайды. Түн ауа бұл ауырсыну сезімі басылады екен. Зат алмасудың бұзылысы, дене салмағының азаюы,
анемия, дәрумендер мен микроэлементтердің жетіспеуі, ауыз жиектерінің жарылуы, терінің құрғауы, нүктелі қан құйылу, аш-ішектің көп таралған аурулардың белгілері, зат алмасудың бұзылуы, сіңіру қызметінің бұзылуымен байланысты болып келеді. Әйелдерде аш-ішектің бұзылысы етеккірге де қатысы бар. Ішек теріңізді бұзуы мүмкін. Бөртпе, құрғақ, қабыршықтану теріге әсер етіп, адамның сыртқы келбетін бұзуы мүмкін. Бұл проблема ас қорыту жүйесімен тікелей байланысты. Тері басқа ағзалар секілді ішектегі кемшілікке бірден жауап береді. Бөртпе ең кең таралған реакцияның түрі болып табылады. Мәселе қайда жатыр? Экзема, қызару, бөртпе, ішекке жатқан затқа иммундық жүйенің жауабы. Көп жағдайда мұндай аллергиялық жауап кейбір тағамдарда орай туындайды. Бастысы қай тағамдар екенін анықтап, оны рационнан сызып тастаса болғаны. Ішек пен ми жұмысы арасындағы тығыз қарым-қатынас. Бір қарағанда миға ішектің жұмысының еш қатысы жоқтай көрінеді, бірақ олар бір-бірімен тығыз әрекеттесетін болып шықты. Ішек жасушалары көптеген процестерге, әсіресе көңіл-күйге жауап беретін серотин гормонын өндіреді. Ішек микрофлорасы иммундық жүйеңіздің ақуызы болып саналатын, өз кезегінде миға әсер беретін цитокиннің өндірісіне қатысады. Ішектегі микробтар гематценді тосқауылға әсер беретін затты өндіреді. Анығын айтқанда, бұл миды қандағы түрлі зиянды нәрселерден сақтайтын ми мен қан тамыр жүйесі арасындағы сүзгі. Қазірде ішек микробтары жүйке жүйесіне қалай әсер ететін жөнінде зерттеулер жүргізіліп жатыр. Бұл қиын процесс болғандықтан әлі нақты жауап шыға қойған жоқ. Десе де, бір нәрсе анық, адамға сау ішек ауадай қажет. Әзірге ғалымдар адам денсаулығына ішектің жұмысы тағы қалай әсер ететінін анықтап жатқанда, біз күн сайын рационымызға көкөністерді қосу арқылы ішектің жұмысына көмек бере аламыз. Ішектің иммунитетке ықпалы өте зор. Күнделікті тамақ арқылы бізге жат ақуыз бен патогендердің көптеген саны түсіп жатыр. Олар түрлі аурулар тудыруы мүмкін. Сондықтан ішек тезірек ол заттарды бейтараптандырып, ағзаға зиян тигізбеуін ойлайды. Осы үшін ішекте микрофлоралар өмір сүреді. Иммунды жүйенің көп бөлігі сол ішекте орналасқандықтан, оның барлық ағзаға әсері заңдылық болып есептеледі. Ішек жұмысының бұзылысы, демікпе, бас сақинасының ауруы, аллергия мен аутоиммунды сырқаттарға бұл иммунды жүйенің жасушалары өз ағзасына шабуыл жасайтын дерт алып келуі ықтимал. Ішек бүйрекке де әсерін тигізеді. Бүйрек пен тоқішек организмдегі су, тұз теңгерімін реттеуге көмектеседі. Сонымен қатар, бүйрек қан арқылы ішекке немесе асқазан ішек жолдарына өмір сүруге бейімделген бактериялар арқылы түсіп кетуі мүмкін ағзадағы суда ерігіш токсиндерді тазалауға айналысады. Сол себепті ішектің шырышты қабығының бұзылысы бүйрекке кері әсерін тигізіп жатады. Бұл жағдай ішекті тіркендіш синдромы кезінде кейбір антибиотиктерді қабылдағанда туындайды. Шырышты қабық нашар жұмыс істегенде ішектен қанға түсетін зиянды заттар көбейгендіктен иммунды жауапта күшейе түседі. Мұның барлығы жүйелік ісіп қызару процесіне әкеліп, бүйрекке қиын соғады. Соңында тіпті созылмалы бүйрек жетіспеушілігіне дейін жеткізіп жатады. Бауырдың саулығына да ішек жауапты. Бүйрек секілді бауырда организмді тазалауға көмектеседі. Ішек арқылы қанға түскен заттардың барлығы бауырға келіп жатады. Барлық заттар, гормондар, токсиндер, медикаменттер мен тағамдардың ыдырауы бауыр арқылы өтіп, өтпен бірге ішекке жетеді. Ал ішекте оларды жою оңайға соғады. Ішектің қалыпты жұмысының өзгерісі немесе ішек қабығының бұзылысы бауырдың созылмалы дертіне шалдықтыруы әбден мүмкін. Тіпті қиын жағдайда оның құрылымына да әсер беріп, қалыпты ағза тіні жұмыс істейтін тінге ауысып, фиброзы дамытады. Біздің салмағымыз ішекке байланысты. Біздің салмағымыз қалай тамақ жегенімізге байланысты болатынын белгілі. Алайда кейде ішектегі бактерияларға да байланысты өзгерістер орын алады екен. Салмақ қосу үшін қоректік заттарды көбірек пайдалануға тура келеді. Осы жердегі мына бір қызыққа назар салыңыз.
ішекте өмір сүретін кей бактериялар, яғни пробиотик біз қабылдаған тамақпен күн көреді, яки бізге өзімізді ғана емес, бактерияларды да қоректендіруге тура келеді. Ішекке қалай көмек бере аламыз? Біздің ішегімізде қажетті мөлшерде өмір сүріп жатқан, яғни паразиттар, тірі микроағзалар, пайдалы бактериялар, алайда олар жақсы жұмыс істеу үшін ілгеріде айтқандай тамақтандырып тұру керек. Пробиотиктер жағдай жасау үшін дәріханаға жүгінудің қажеті шамалы. Тек арнайы диета ұстанып, қажетті азық-түлікпен қоректенсеңіз жеткілікті. Ол үшін біз ұсынған тізімге көз жүгіртіп шығыңыз. Нан және нан бөлішке өнімдері: бидай наны, кешегі нан, құрғақ, бисквит, құрғақ печенье, іш жүрмей қалғанда кебек наны, қара бидай наны, сорпалар, майлылығы аз етпен немесе жарма, вермишель немесе көкөністен әзірленген балық сорпасы, балық және еттен дайындалған тағамдар, майсыз ет және пісірілген балық, көкөністі тағам немесе гарнир, картоп, кәді, сәбіз, асқабақ, түрлі түсті орам жапырақ, жармадан, макароннан әзірленген тағамдар, суда пісірілген ас сүт қосылған түрлі ботқалар, буға дайындалған пудинг, суда қайнатылған вермишель, жұмыртқадан дайындалған тағам, шала пісірілген жұмыртқа, буда әзірленген омлет, тәтті тағамдар, жеміс-жидек, кисель, компот, желе, мус, тәтті жеміс-жидектен дайындалған суфле, піскен алма, алмұрт, балғын мандарин және апельсин және тәтті жеміс-жидектен дайындалған шырындар, сүт және сүт өнімдері, қышқыл сүт өнімдері, аш және сыр, балғын сүзбе, сусындар, итмұрын қайнатпасы, қатты аш және шай мен кофе, майлар, кілегейлі май тек дайын тамаққа қосылуы керек және маймен қоса дайындалған бутербродты да жеуге болады. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.